Қайырлы таң, бүкіл Қазақстаннан қосылған әріптестер. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын бүгін. Аида, үлкен рахмет. Осындай өзіңнің зерттеуіңді бөлісуге келіскеніңе. Және де Назира, саламатсыз ба? Сізге де үлкен рахмет уақытыңызды бөліп бізге қосылғаныңызға. Саламатсыз ба? Самал, сізге де рахмет келгеніңізге. Жайлап енді бүгінгі тақырыбымыз академиялық қазақ тілі, зерттеу мен тәжірибе негіздері, жалпы тіл жанашырлары ретінде бәрімізге қызық тақырып сияқты. Сондықтан да мен сіздердің пікірлеріңізді естуге өте осындай күтіп отырмын. Самал, рахмет сізге де. Жайлап енді өзімізді таныстырып бастасақ, онда Аида, сенен бастасақ болар деп ойлаймын. Қайырлы күндеріңізге. Менің атым Аида. Қазір Назарбаев университетінде ғылыми қызметкер, яғни research assistant болып жұмыс жасаймын. Негізі академиялық қазақ тіліне деген қызығушылығым өзім сол курсты өткеннен кейін пайда болды, және соны ары қарай магистрлық диссертацияма тақырып ретінде таңдадым. Өйткені маған жеке қызығушылығым болғандықтан маған өте қызық болды. Өйткені оған дейін мен ол терминді мүлдем естімегенмін, және мен үшін соны үйрену, соны оқу басқаша бір тәжірибе болды. Сол туралы басқа адамдардың ойларын да білгім келді. Сондықтан академиялық қазақ тілі менің бір зерттеуімнің басы болды деп айта аламын. Керемет, рахмет үлкен бөліскеніңе. Саламатсыз ба тағы Назира? Келесі сіз өзіңізді таныстыра алсаңыз. Саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Менің аты жөнім Әміржанова Назира Серқызы. Мен Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білім институтында қызмет істеймін. Тіл мәдениеті бөлімінің меңгерушісімін қазіргі кезде. Өздеріңізге белгілі Рабиға Сыздық деген апайымыз сол жерде бірнеше жыл өмір бақи сол жерде жұмыс істеді. Қазір Нұргелді Уәли деген ғалымымыз бар. Айман Алдаш деген сол қазақ ортологиясын зерттеп жүрген ғалымдарымыз бар. Сол біздің институт, енді өзім бөлім туралы айтатын болсам осы. Назарбаев университетінде мен мына шарттық қызметте 2 ай жұмыс істедім. Осы шарт бойынша 2 ай сабақ бердім. Қазақ тілін, базалық қазақ тілі бойынша. Сол тәжірибе. Керемет, рахмет үлкен. Ортаға салуға дайынбыз. Сіз сияқты маманды көргенімізге өте қуаныштымын осы жерде. Және де келесі Самал деген мен өзімді қысқаша таныстырып кетемін. Самал, өзіңізді таныстыра алсаңыз. Саламатсыз ба, мен қазір видеоны қоса алмай отырмын. Жарайды. Менің атым Самал Абжанова. Мен Назарбаев университетінде қазақ тілі сабағынан сабақ беремін. Өзге тілді аудиторияға қазақ тілінен сабақ беремін. Бұл академиялық жазылым, жалпы академиялық қазақ тілі деген барлық оқытушылар үшін өте маңызды. Әсіресе мынау академиялық жазылым керек бәрімізге. Мен Ұлыбритания елінде осы академиялық жазылым бойынша, формативті бағалау бойынша диссертация жазғанмын. Сондықтан мен осы кейінгі кезде осы мәселемен айналысқым келеді, зерттегім келеді. Сондықтан осы жерге келіп отырмын. Рахмет сіздерге. Керемет, үлкен рахмет. Сіз сияқты маманында қосылғаны өте қуаныштымыз әрине. Енді соңғы өзімді танысып кетсем қысқаша, мен дәл қазір ағылшын тілін қосымша тіл ретінде үйрету мамандығы бойынша PhD жасап жатырмын. Британдық Колумбия университетінде. Ол Масквем халқының жері, бірақ колониялық атауы Ванкувер, Канададағы. Сол жерде жалпы мен осы Аида бітірген бағдарламаны мен де бітіргенмін Назарбаев университетінде, көп тілді білім беру бағдарламасын. Сол кезде мен осы жалпы қазақ тілі, орыс тілі, және де ағылшын тілі сияқты атауы бар осындай тілдердің қалай академиялық болатынын, және де әрине қазір сәлен кейін жібереміз. Және де осы what does it mean to be academic, яғни академиялық тіл дегеніміз не деген сондай сұрақтарға қатысты көп сұрақтарым пайда болды. Және де қазір Аида өзінің зерттеуін бізге ортамызға салып бөліскеннен кейін мен сол сұрақтарды қойсам, және де сіздермен осы ой пікірімізді алмассақ деп ойлап отырмын. Себебі менің ойымша бұл тақырып өте маңызды маған, және де
осы шетелде жұмыс істеп жатқандықтан өз зерттеуімді Қазақстанмен де бөліскім келеді, бірақ кейде ойлаймын да, менің академиялық қазақ тілім бар ма, жоқ па, ондай жазу үшін менің қабілетім жетеді ме деген сияқты сондай сұрақтарға қатысты өзімнің ойларымды бөлісіп, үйреніп, сіздерден білгім келеді. Сондықтан да онда өзіміздің талқылауымызды бастасақ, әрине 10-нан 11-ге кеттік қазір. Бүгінгі біздің кездесуіміз бірнеше бөліктен құралады, жалпы біз бүгін Аиданың өзінің презентациясының барысында академиялық қазақ тілі курсы бойынша шағын зерттеудің нәтижелерін естиміз, одан кейін қазақ тілі мамандарының тілді оқытудағы тәжірибесі туралы естиміз, және де ғылым мен тәжірибеге негізделген осындай талқылау болады оның артынша. Сол талқылау барысында, яғни біз Назира, Самал және де мен серік болсын, үшеуміз сұрақтар қойып, жалпы Аиданың өзінің де пікірін естіп, осындай емін-еркін пікір талас немесе пікір алмаса аламыз. Одан кейін соңында қорытынды жасап, кездесуімізді аяқтаймыз. 10 минуттай уақыт болады оған. Сонымен, Аида, кезек сенде, өз презентацияңды бөлісіп, бастасаң болады. Так, Асхат Махметов қосылып жатыр екен. Bir minut, Керемет. Сәлеметсіз бе, Асхат? Біз кездесуімізді кішкене бағана ертеректе бастадық. Жалпы өзіміздің талқылауымызға қосылып, өз пікіріңізді бөлісіп сөйтсеңіз болады. Бірақ қазір Аиданың презентациясын тыңдаймыз. Мүмкін өзін таныстырып кетеді, сосын. Әрине, Асхат өзіңізді таныстырғыңыз келсе. Go ahead. Қайырлы таң, бізде Қазақстанда қайырлы таң қазір. Мен есімім Асхат, Назарбаев университет, бірінші курс докторантура білім саласында. Бірінші курс бітірдім, қазір 2-ге көшіп жатырмыз, сол жалпы. Керемет. Қосылғаныңызға үлкен рахмет. Бұл жердегі қатысушылардың екеуі қазақ тілі пән мамандары, және де ғалымдары, және де Аида бізде қазір өз зерттеуін бөліседі. Мен осы ұйымдастырушылардың біреуімін. Ал енді Аида, кезек сізде, сенде. Бастайық. Қайырлы күн тағы да. Бүгін негізгі тақырып академиялық қазақ тілі болғандықтан мен осы тақырыпта жасаған өзімнің кішкене зерттеуімнің нәтижелерімен бөліскім келеді. Негізі академиялық қазақ тілі ол әрине бізге көп адамдарға әзірге ерекше бір түсінік болып көрінуі мүмкін. Бірақ меніңше бізде мынандай өзгеріс болу керек. Қазақ тілі тек үй ішінде қолданылатын тіл ғана емес, мектепте де, оқу орнында да, жұмыста да қолданылатын жоғары деңгейдегі тіл ретінде қалыптасқан өз басым қалаймын. Сондықтан бүгінгі зерттеу нәтижелері сіздерге қызық болады деп ойлаймын, және талқылауға бірнеше сұрақтар болады деп күтемін. Негізі бүгінге жоспар осы 5 бөлімнен тұрады. Бірінші академиялық тіл жайлы кішкене стереотиптер бар, сол туралы айтып кетемін. Одан кейін негізгі осы зерттеу кезінде қолданылған концепциялар бар, соларға тоқталамын. Кейін осы зерттеудің негізгі мақсаты мен дизайны, сосын қандай құрал қолдандым, деректер туралы қысқаша айтып түсіндіріп кетемін, және нәтижелермен дискуссия болады, және соңында өзімнің қорытынды ойларымды таныстыратын боламын. Ал енді бірінші академиялық тіл жайлы стереотиптерден бастасақ, негізі академиялық тіл өздеріңіз білетіндей көбінде бізге батыстық түсінік ретінде келді, өйткені бізде ағылшын тілі қазір гегемониясы болғандықтан біз үшін академиялық тіл деген кезде көбінде ағылшын тілі бірден еске келеді. Бірақ негізгі осы әдебиетті оқығаннан кейін менің түсінігімде академиялық тіл ретінде біз кез келген тілді қарастыра аламыз, бірақ оған әрине біз дайын болуымыз керек, мамандар да және тілді қолданатын адамдар да. Кейінгі тағы бір стереотип ол қазақ тіліне байланысты деп ойлаймын. Яғни қазақ тілінде ең жоғары тілдік регистр ретінде біз әдеби тілді көрсетеміз. Яғни қазақ тілін жақсы білетін адам ол әдебиет тілін қолдана алады деген түсінік бар. Мен бұл түсінікпен негізі келісе қоймаймын, өйткені біз қазақ тілі әдебиет тілінен бөлек
басқа салада да қолданылуы керек. Мысалы үшін, сіз өзіңіздің жұмысыңыз жайлы еркін түсіндіре алу, немесе мектепте, оқу орнында емін-еркін жазу, сөйлеу, сыни тұрғыдан өзіңізді ойыңызбен таныстыра алу, ол да академиялық тіл деңгейінде қалыптасу керек деп ойлаймын. Және осы зерттеуді бастамас бұрын, әрине мен бірінші әдебиетті көп оқыдым. Және маған қажет қандай концепциялар бар деген сұрақ туындады. Сол кезде маған негізі ойыма осы 4 түрлі концепция келіп тұр негізі. Ол бірінші, академиялық тіл дамитын орта көбінде бізге ағылшын тілін оқыту тілі ретінде қолдану кезінде пайда болады. Өйткені бұл түсінік қазір өте танымал. English as a medium of instruction, яғни ағылшын тілі, мысалы үшін, кейбір елдер үшін бірінші немесе доминантты тіл емес, яғни L1, language 1, first language емес. Ал бірақ та біз ол тілді, ағылшын тілін бәрібірде кейбір академиялық сабақтарды қолдану үшін, яғни сабақтарды үйрену үшін қолданамыз. Мысалы үшін, мектеп кезінде бізде Қазақстанда крил әдісі өте дамыған, яғни кейбір STEM бағытындағы сабақтарды біз ағылшын тілінде үйретеміз. Ал жоғары оқу орнында біз бұны EMI, яғни English as a medium of instruction ретінде таныстырып жүрміз. Мысалы үшін, бізде тек қана ағылшын тілінде сабақ беретін Назарбаев университеті немесе КЕМЕП бар. Сонымен қатар басқа университеттерде ағылшын тілінде оқытатын арнайы группалар бар. Оны көбінде, менің білуімше, көп тілді группалар деп айтады, полиязычный группы. Яғни ол жерде бізде ағылшын тілі негізгі оқыту тілі ретінде таныстырылған. Кейін тағы бір зерттеуімде қолданылатын түсінік, ол академиялық қос сауаттылық. Мен бұл жерде білмеймін, дұрыс аударма жасадым ба, өйткені кейбір терминдерді аудару негізі қиындық тудырады. Ол ағылшын тілінде academic biliteracy деген түсінікпен танымал. Мысалы үшін, сіз осындай EMI жағдайында бірнеше тілді білуіңіз мүмкін. Мысалы үшін, тек ағылшын тілінен бөлек басқа да тіл сіздің репертуарыңызда бар. Яғни сіз бұл жерде тек қана 2 тіл емес, сіз 3 тіл немесе одан да көп тілді ортада академиялық сауаттылықты қалыптастыра аласыз деген тағы да осындай термин бар екен. Сонымен үшінші термин, ол осы академиялық тілге байланысты. Ол English for Academic Purposes, EAP, яғни академиялық мақсаттарға арналған ағылшын тілі. Бұл қазіргі кезде ағылшын тілін екінші тіл ретінде үйренетін кез келген адам үшін қажетті дағды деп түсіндіріледі, және ол тек қана білім беру орындарында емес, сіз жұмыс орнында да осындай арнайы бір тілдік нормалар бар. Сіз осындай тілдік қабілеттерді жақсы меңгеруіңіз керек деген мағынада айтылады. Сосын қазіргі біздің бүгінгі таныстырылатын тақырып, ол академиялық мақсаттарға арналған қазақ тілі, немесе академиялық қазақ тілі, қысқаша, яғни Kazakh for Academic Purposes, KP. Яғни бұл сабақ ретінде осы жақында ғана бір 2 жыл болған шығар, мен көріп жүргенім 2019 жылдан бастап байқай бастадым, осындай пәндер ұсынылып жатқанын. Әдетте бұл ағылшын тілінде оқитын студенттерге, мысалы үшін, Назарбаев университетінде немесе КБТУ-да да бар екен осындай академиялық қазақ тілі курстары. Және басқада, мысалы үшін, қазақ тілін мамандық ретінде оқитын студенттер бар Қазақстанда. Сол болашақ мамандарға да осындай академиялық тіл курстары ұсынылады екен. Енді менің зерттеуіме қысқаша шолу жасасам, негізгі менің мақсатым академиялық қазақ тілі курсынан өткен студенттердің осы тілді осындай деңгейде үйрену жайлы ойларын білгім келді, және тілді олар қалай қолданды осы сабақтарда немесе сабақтан тыс уақытта. Сол жайлы менде негізгі фокус болды. Осыны анықтау үшін мен интервью негізінде сапалық зерттеу жүргіздім, яғни ол әңгіме түрінде өтті, көбінде жаңағы интервью сұрақтарын қойып, кейін соны рекординг, яғни оны жазып алдым. Ал негізгі қатысушылар ол 8 адам болды. 5-еуі магистр немесе докторантура деңгейінде оқып жатқан студенттер, ал 3-еуі бакалавр, яғни олар жоғары білім деңгейінде. Және анализ ретінде мен тематикалық анализді қолдандым. Ол Кресфельдің кітабында өте танымал, өйткені кез келген осындай сапалық анализ жасау үшін тематика және субтематика қолданылуы керек. Ол бір 6 жолдан тұрады. Яғни ең қарапайым әдісті қолдандым.
Енді зерттеулердің нәтижелеріне келсем, негізі бірінші зерттеу, олай айттым ғой, яғни академиялық қазақ тілін қандай деңгейде қалай үйренетіні жайлы ойлары туралы білгім келді. Сондықтан осы кезде менің негізгі зерттеуімнің нәтижесі былай болды. Қатысушылар академиялық қазақ тілін шын мәнінде бірегей тәжірибе ретінде қарастырды, және осы академиялық қазақ тілі курсын алу арқылы олар академиялық және зерттеу ортасын біз қалыптастыра аламыз деген түсінік болды. Мысалы үшін, мына жерде менде екі интервьюден үзінді тұр. Бұл жерде түсіндіріп кеткен, жерде код тұр, UG деген. деген бұл қатысушының коды, UG деген ол undergraduate, яғни бакалавр деңгейін айқындайды. Ал PG деген жерде бізде жоғары білімнен кейінгі деңгей, мысалы үшін магистр немесе докторантура. Яғни мен осындай кодтар арқылы қатысушыларды бөлдім. Бірінші үзіндіні оқып кетсем, университеттің кейбір студенттері оқуды бітіргеннен кейін академиялық ортада қалады. Бұл бастама, яғни академиялық қазақ тілі курсы Қазақстанда академиялық ортаны қазақ тілінде дамытуға деген ниетке байланысты шығар дейді. Яғни қазақ тіліндегі зерттеу ортасын дамыту және академиялық ортаны қалыптастыру үшін ұсынылады деген түсінік болды. Бұл бакалавр деңгейінде оқитын студенттің ойы. Ал келесісі ол яғни жоғары білімнен кейінгі деңгейде оқитын студенттің ойы былай болды. Ағылшын тілінде оқитыныма қарамастан өз мақалаларымды қазақ тілінде жариялағым келеді. Қазақ ғылыми қоғамы олар, яғни ғылыми тақырыптар жайлы білмеді делік. Бұл жағдайда менің ағылшын тілінде алған білімім кімге керек? Яғни бұл жерде басқаша көзқарас пайда болғанын көріп тұрмыз, өйткені магистр немесе докторантура деңгейінде көбінде ғылымға көңіл бөледі. Сондықтан академиялық қазақ тілі бұл қатысушы үшін ары қарай қазақ тілінде ғылымның нәтижелері немесе ғылымдағы кейбір тақырыптарды бөлісу үшін жақсы бір көмек ретінде қарастырып тұрғанын көріп тұрмыз. Енді келесі ол академиялық қазақ тілін академиялық ағылшын тілін оқыту тәжірибесіне барынша сәйкестендіру. Немесе себебі біріншісінде оқыту ресурстары аз деген тағы бір нәтиже пайда болды. Яғни бұл жерде академиялық ағылшын тілі, яғни бенчмарк ретінде қарастырып тұр қатысушылар. Өйткені олардың тәжірибелерінде академиялық ағылшын тілі ең дамыған және материалдар мен ресурстары өте көп тіл ретінде түсіндірілген. Оны сипаттайтын осындай екі үзінді бар. Тағы бір оқып шықсам. Бірінші ол PG, яғни postgraduate студенттің айтқан ойы, академиялық ағылшын тілімен салыстырсақ, академиялық қазақ тілі жақсы дамымаған. Курстың басында ұқсас деңгейдегі білім аламын деп ойладым. Бірақ қазақ тілінде жазылған оқу материалдары жеткіліксіз болды. Яғни бұл жерде студенттің негізгі күткен нәтижесі академиялық ағылшын тілінде қалай болса, академиялық қазақ тілінде дәл сондай нәрсені болады деген. Бірақ ол ойы сәтсіз болған, өйткені қазақ тіліндегі оқу материалдары оған жеткіліксіз көрінді. Кейін тағы да осындай постградуэйт студенттің айтқан ойы, академиялық қазақ тілін оқыту тәсілдерін, оқу материалдарын қайта қарастыру керек шығар. Тіпті оқу жоспарын құрастыру кезінде академиялық ағылшын тілі негіздерін ұстану керек деген ой айтты. Яғни бұл жерде де дәл бірінші қатысушының ойына жаңа айтып кеткен екеуінікі ұқсас, өйткені екеуі үшін де академиялық қазақ тілі міндетті түрде академиялық ағылшын тілімен сәйкес болу керек деген ойды көріп тұрмыз. Өте қызық. Және тағы бір нәтиже ол академиялық қазақ тілі курстарында жазылым мен оқылым тапсырмалары ең көп таралған екен. Бірақ әрине бұл жерде бакалавр мен одан жоғары білім деңгейлерінде біршама айырмашылық болды. Мысалы үшін, жалпы сауаттылық тапсырмаларын айтқан кезде сыныптан тыс оқу, немесе үйде эссе жазу, сыныпта эссе жазу сияқты тапсырмалар болған екен. Бірақ, яғни undergraduate студенттер, яғни бакалавр деңгейіндегі студенттер көбінде әдеби кітаптарды оқыған екен және эссе жазған, үйде немесе сыныпта. Ал postgraduate студенттер, яғни
магистр немесе докторанттар үшін қандай тапсырмалар болғанын сұраған кезде олар айтты, біз ғылыми мақалаларды оқимыз деді, немесе мақалаға өзіміздің пікірімізді, яғни сыни пікірімізді жаздық деген андай күрделі тапсырмалар болды. Бұл жерден біз тағы да айырмашылық көріп тұрмыз. Бұл әрине түсінікті деп ойлаймын, өйткені деңгейге байланысты осындай айырмашылықтар болған. Бұл жерде мені қызықтырғаны ол бакалавр деңгейіндегі студенттердің әдеби кітаптарды оқығаны, яғни академиялық курс болса да оларға сондай әдеби деңгейдегі кітаптар ұсынылған екен. Сонымен қатар қатысушылардың көпшілігі, яғни өздері ағылшын тілінде оқып жүргендіктен шығар мүмкін, ағылшын тілінің жазу стилі мен стратегияларын жақсы білгендіктен бұрын үйренген дағдыларын, яғни ағылшын тілінде үйренген дағдыларын академиялық қазақ тілінде қолданған екен. Оны сипаттайтын тағы бір екі үзіндіні қойдым. Біріншісінде ол бакалавр деңгейіндегі студенттің айтқаны: мен алғаш рет ағылшын тілінде академиялық жазылымды үйрендім. Алдымен ағылшын тілінде жаздым, содан кейін қазақ тілінде дамыды. Орыс тілінде әлі олай жаза алмаймын деп өзін түсіндіріпті. Шынымен де академиялық жазылым, ол студент үшін бірден ағылшын тілімен байланысты болып тұр. Кейін қазақ тілі, бірақ әлі күнге дейін орыс тілінде әлі қалыптаспады деген ойды айтты. Бұл да өте қызық нәтиже деп ойлаймын, өйткені біздің тілдегі тәжірибелеріміз көбінде қай тілде біз оқимыз, немесе қай тілде білім аламыз, соған байланысты дамитынын көруге болады. Келесі үзіндіде былай айтқан екен: біз ағылшын тіліндегі жазу құрылымына еліктеуге тырыстық, сол құрылымды қазақ тілінде де қолдандық, бірақ оның дұрыс немесе бұрыс екеніне сенімді болмадық. Яғни бұл жерде студент өзіне сенімді емес, өйткені ол қаншалықты ағылшын тіліндегі жазу стилін немесе құрылымын қолдану қазақ тілінде дұрыс болатынын әзірге білмеді. Және оған мүмкін жақсы қалай айтсам болады, гайданс мүмкін алмаған шығар. Өйткені ол сабақта солай жалғастыра берді. Яғни ағылшын тілінде үйренген нәрсесін қазақ тілінде қолданды, бірақ соңында ол керек болды ма, керек болмады ма, түсініксіз болып қалды. Және соңғы қорытынды ойларға кішкене көбірек тоқталғым келеді. Бірінші, осы біз Назарбаев университетінде Ақбұзауова деген қазақ тілінің маманы бар. Сол кісінің қысқаша мақаласын оқығанмын, кейін сіздермен бөлісе аламын. Ол кісінің айтуы бойынша академиялық қазақ тілі жоғары оқу орнында білім алуға мүмкіндік беретін құрал, яғни ғылыми коммуникацияға түсуге дайындық. Және біздің зерттеу көрсеткендей, негізі академиялық қазақ тілін үйрену үшін материалдар немесе қосымша ресурстар өте аз, соның мүмкін әсерінен студенттерде түсінік әлі қалыптаспаған. Академиялық қазақ тілі академиялық ағылшын тілінен айырмашылығы қандай деген түсінік әзірге қалыптаспағанын көрдік. Өйткені нәтижелер көрсеткендей, барлық қатысушылар үшін академиялық ағылшын тілі бенчмарк болды. Яғни ағылшын тілінде осылай болса, қазақ тілінде осындай болу керек деп. Бұл жерде материалдың жетіспеушілігі және қосымша тағы да оқуға қажет ресурстардың болмағандығы әсер етуі мүмкін. Және мен бұл жерде оқытушылардың методикасында айтуыма болар еді, бірақ ол жайлы менде жақсы нәтижелер шықпады. Келесі, ол ағылшын тілінде білім алған адамдар негізі сол тілде менің сауаттылығым жоғары деген ойға келеді екен. Негізі бұл тақырыпта, академик байлитераси тақырыбында Канадада немесе Гонконгта, Уэльсте, Оңтүстік Кореяда жасалған зерттеулерде айтылған. Мысалы үшін, ол жақта ағылшын тілінде оқып жүрген, мысалы үшін канадалық студент немесе оңтүстік кореялық студент кейін өз еліне қайтқан кезде, мысалы үшін, немесе оқу кезінде француз тілінде немесе кәріс тілінде мен осындай деңгейде жасай алмаймын деген түсінік қалыптасуы мүмкін. Негізі менің өзімнің тәжірибемде қосып кетсем болады. 11 жыл қазақ тілі мектебінде оқыдым, кейін 4 жыл қазақ тілі бөлімінде оқыдым, бірақ мен үшін академиялық тіл ағылшын тілі ретінде дамығандықтан әлі күнге дейін мен қазақ тілін осындай жоғары деңгейде жаза аламын деген жаза алатыныма мен сенімді емеспін. Және осы зерттеу нәтижелері соны көрсетті деп ойлаймын. Және біз жалғыз емеспіз, өйткені басқа елдерде де дәл сондай жағдай қалыптасқан. Яғни сіз егер оқу тілі немесе ғылым тілі ретінде басқа тілді қолданып үйреніп қалсаңыз, ал бірақ өзіңіздің
яғни қоғамдағы тілді сол дәрежеде қолданбағандықтан сондай бір ішкі confrontations болып тұратын сияқты. Яғни мен тілдің native speaker болсам да, мен ары қарай бірақ дәл сол деңгейде қолдана алмауым мүмкін деген түсінік туралы айтқым келген. Осы жерде мүмкін ары қарай қосатындарыңыз болады осы жайлы. Келесі қорытынды ой, ол жазу мен оқудың бірге қатар жүретіндігі. Яғни екеуін бірге дамыту өте маңызды. Бізде қазір байқағаным, негізі көбінде оқу сауаттылығына көп мән беріп жатыр, әсіресе мектеп деңгейінде. Бірақ жазуда бірге жүру керек. Ол ең қажет дағдылардың бірі. Және жазу сауаттылығын арттыру үшін менің байқағаным, креативті және критикалық жазуды бірге алып жүру керек. Яғни креативті жазу, мысалы үшін мектеп кезінде өте маңызды, кейін университет кезінде критикалық, яғни сыни жазуға көңіл бөлген дұрыс деп ойлаймын. Және соңғысы ол біздің отандық зерттеулерде бар осы тақырып жайында, әсіресе JC-дің профессорлары, профессор Бриджит Гудман, сосын сол кісінің жобасы негізінде осы зерттеулерге қосымша бір көзқарастарды байқадым. Мысалы үшін ол жерде де былай айтылған екен, ағылшын тілі арқылы оқитын қазақстандық студенттердің тілдік дағдылары, кешіріңіз, мына жерде қате кетіп қалыпты, тілдік дағдылары мен құндылықтары сол ағылшын тілі негізінде дамиды. Және осындай құндылықтар олардың басқа тілдеріне, мысалы үшін қазақ тілін немесе орыс тілінде жазған кезінде әсер етуі мүмкін. Яғни сіз ағылшын тілінде дәл осылай болғандықтан, мүмкін мен қазақ тілінде де дәл осылай болу керек деген бір түсінік қалыптасуы мүмкін. Оның бәрі әрине тілді оқыту мәселесіне әкеледі, өйткені біз осыған дейін ондай дағдыны мүмкін үйренбеген шығармыз. Үйренсек те, бірақ біз ондай жолмен үйренбеген шығармыз деген түсінік бар. Өйткені менің білуімше университетте, басқа университеттерде қазақ тілінде оқитын студенттер, мысалы үшін практикалық орыс тілі курсын оқуы мүмкін, ал орыс тілінде оқитын студенттер практикалық қазақ тілі деген сияқты сондай курстарды алады. Яғни біз университеттегі студенттер қалай конспект жазу керек, қалай эссе жазу керек, қалай немесе реферат деді ғой, сондай тапсырмаларды жазуға бізді үйретпеді деуге болады. Мен өзімнің тәжірибеммен тағы айта аламын соны. Бізге оның барлығы сен тілді туғаннан сөйлейтін болғандықтан, мүмкін сен туғаннан соны білесің деген сияқты бір take it for granted болған сияқты. Және осы кезде менің тағы бір айтатын бір ұсынысым, ол академиялық тіл тек қана non-native'тарға керек деген сөз емес. Яғни тілді басқа екінші тіл ретінде үйренетін адамдарға ғана емес, тілді бірінші тіл ретінде, яғни қазақ тілі сіз үшін басым тіл болса да, сіз сол академиялық деңгейде жазуға, сол академиялық деңгейде сөйлеуге және мәтіндермен жұмыс жасауға үйрену дағдысы, ол бәріне керек. Менің негізгі ойым, негізі бүгін соны айтқым келген болатын. Мына жерде әдебиеттер. Керемет. Рахмет үлкен Аида. Кейін оны бөлісемін. Сіздерге көп рахмет. Негізі бүгінгі менің негізгі ойымда осы академиялық қазақ тілінің мен маманы емеспін, бірақ менің негізгі сол мотивациям қазақ тілдің қолданушысы ретінде мен үшін өте маңызды. Яғни қазақ тілін тек қана өзімнің білетін деңгейде емес, бірақ өзімнің жұмысым жайлы немесе жұмыс барысында немесе осындай ғылым тілі ретінде қолдану мен үшін бір болашақта бір мақсаттардың бірі қазақ тілінде мақала жаза алу деген сияқты. Әрине жолға дейін біраз жұмыс керек, бірақ осы жұмыс арқылы мен бір кішкене түсінік, осындай академиялық қазақ тілі тек қана non-native'тарға емес, бүкілімізге керек деген ойға келіп отырмын. Өйткені тіл білімде немесе ғылымда қолданылмаса, оның ары қарай өмір сүруі бір сұрақ түрінде қалатын сияқты. Көп рахмет сіздерге. Рахмет үлкен. Сұрақтар болса. Менің ойымша презентацияны тоқтатып, жалпы бәрі-бірімізбен былай талқыласақ болатын сияқты, қалай ойлайсыздар? Жалпы, stop sharing деп төбесінен шығатын жады. Айтқан соңғы пікірмен толықтай келісемін, яғни қазақ әдеби қазақ емес, академиялық қазақ тілі ол қолжетімді және де күнделікті қолданыста болатын тіл болу керек. Яғни бұл біз үшін, яғни пырақ сияқты бір андай айтса болады, ертегіден шыққан нәрсе емес, күнделікті қолданыстағы тіл болу керек, дұрыс па? Менің пікірім сондай. Сондықтан да
яғни ағылшын тілін, академиялық ағылшын тілін қолданғанда да мен барынша кәдімгі күнделіктегі қолданатын тілім ретінде қолданып отырсам, мысалға да, яғни презентация жасаған кезде бір күтетін бір стандарттар бар ғой, мысалға, дұрыс па? Сен мынандай нәрселер, не еді, stages of academic presentation, сондайлардың барлығын өту керексің деген сияқты. Оларды да, ол ережелерді бұзып, кішкене ерекше қылып қолдануға болады дегенді. Тура сол сияқты менің ойымша қазақ тілінде қолдануға болатын сияқты. Яғни тасқа қайтсаудам, there are no rules that are set in stone. Яғни нақты қатпаған ережелер жоқ қой деймін да. Қазақ тілі өзіміздің тіліміз, және де өзіміздің қолымыздағы қазақ тілімізді барынша қолдансақ деген пікірім. Жалпы басқа қатысушылардың пікірін бірінші тыңдасақ, яғни Назира, сізден бастасақ, одан кейін мен өзім сұрақтарымды қоямын. Маман ретінде қандай пікірлеріңіз бар, және де сұрақтарыңыз болса, Айдаға. Рахмет. Аида, сіздің баяндамаңыз өте жүйелі, жақсы болды. Рахмет сізге. Менде мынандай сұрақтар бар. Жалпы қазір университеттерде кәсіби қазақ тілі деген пән бар, иә? Одан кейін оған қосымша академиялық қазақ тілі деген пән жүргізіп келе жатыр. О баста біз академиялық қазақ тілі дегенді эссе жазу, кәдімгі ғылыми мәтін жазу, оны үйрету деген сияқты түсіндік. Ал енді ол қазір негізі осы Назарбаев университетінде қазақ тілінің бір түрі ретінде оқытылып келе жатыр. Жаңағы кез келген ортада өзінің ойын дұрыс жеткізе білу, дұрыс сөйлей алу, дұрыс жаза алу деген мақсатта үйретіліп жатыр екен. Енді осы сіздің ойыңызша осы кәсіби қазақ тілі, мысалы Туран университеті, тағы басқа да Абай атындағы университет, Сәтбаев атындағы университетте, осы университеттерде кәсіби қазақ тілі деген пән бар. Ол қаншалықты осы академиялық қазақ тілімен айырмашылығы бар екен? Маған қызық болып отыр да. Екеуінің аттары ғана бөлек, ішкі мазмұны бірдей емес па деген бір ой келіп отыр да. Өйткені ол кәсіби бағытына байланысты, мысалы инженер болса, инженерге бағытталған қазақ тілі. Ал мынау академиялық қазақ тілінің мазмұны қандай болады? Бізде көп шатасулар бар сияқты осы қазақ тілінің оқытушылардың арасында осы мәселеге байланысты. Сұрағыңызға рахмет. Негізі менде бір дұрыс жауабын білемін деп айта алмаймын, бірақ негізі андай бөлініске қарасақ, негізі Kazakh for specific purposes екі түрге бөлінеді екен, сол occupational purposes, сосын academic деп. Яғни жұмысқа арналған қазақ тілі, кәсіби қазақ тілі, сосын академиялық қазақ тілі деп. Бұл әрине бірден ағылшын тілінен көшіріліп алынған бөлініс. Ағылшын тілінде де дәл солай бөлінеді. Кәсіби ағылшын тілі, сосын академиялық ағылшын тілі деген сияқты. Негізі, меніңше айырмашылық болу керек, жаңағы, сіз айтқандай кәсіби бағыты бойынша дайындау керек. Сонымен қатар екінші бөлініс жаңағы бакалавр мен жаңағы жоғары білімнен кейін мамандар дайындау үшін постградуэйт екі жақта да бөлініс болу керек. Ал негізі әр университеттің өзінің ұсынатын курсы әртүрлі болғандықтан бір жүйеге мүмкін келтіру де керек шығар. Өйткені бірдей курстарды біз бір жерден, әртүрлі жерден көруіміз мүмкін, бірақ олардың атауы ғана өзгеруі мүмкін. Сондықтан бұны негізі қазақ тілі мамандары осы жолда негізі көп жұмыс жасаса деп те ойлаймын. Өйткені мен сөйлескен қазақ тілі мамандарының айтуы бойынша бұл академиялық қазақ тілі бізге басқа жақтан, батыстан келген тәжірибе дейді. Яғни сте болған шығар, әрине болды ғой, ғылыми стильде жазу деген сияқты, немесе тағы осындай қазақ тілінің өзінің курстары болды, бірақ біз оларды үйтіп атаған жоқпыз академиялық курстар деп. Сондықтан меніңше бұл жерде сол концепциялық жағынан дұрыс қарастыруымыз керек, және сонымен қатар тәжірибеміздің негізінде жасауымыз керек. Біреу айтты, немесе басқа жақта осылай деген бір қағидатпен жүрген дұрыс деп ойламаймын. Кешіріңіз, мен алдындағы автор Сериковна деп тұр, кешіріңіз, атыңыз кім? Менікі дұрыс сақталмапты, кешіріңіздер, мына жерде Назира Серікқызы.
Назира әскер, Аха. иә, сіздің айтып өткеніңіз жаңағы академиялық қазір қазақ тілін біздер жаңағы тілді дамыту, тілдік дағдыларды дамыту арқылы оқытылып жүр деп айта аламыз академиялық қазақ тілін, иә. Жалпы академиялық қазақ тілі деген бұл мысалы EAP деген English for Academic Purposes, сосын ESP деген ба English for Specific Purposes. Яғни for specific purposes, ол яғни кәсіби қазақ тіл біздегі, ол баяғыда бізде бар, бізде жоқ деп айта алмаймыз, ол баяғыдан бар. Және ең алғашқы жаңағы оқулық жазған осы сала бойынша мынау экономистерге арналған қазақ тілі, қазақ дипломатиясы, дипломаттарға арналған қазақ тілі деген оқулықтың авторы Күзекова Зейнехан Сейітханқызы деген профессорымыз бар. Осы кәсіби қазақ тілі бойынша оқулық жазған, қазір бизнес қазақ тілін жүргізеді деген сияқты, қазақ дипломатиясы деген сабақты жүргізеді, басқа да жаңағы кәсіби қазақ тілі жүріп жатыр қазір, иә, кәсіби қазақ тілі деп айтамыз. Яғни бұл ағылшындардағы жаңағы English for Specific Purposes деген сөз ғой. Енді академиялық қазақ тілі дегенде бұл жерде шынымен де ара жігін ажыратып, ары қарай зерттеуді талап ететін бір сала деп есептеуге болады. Қаншалықты біз қазіргі академиялық қазақ тілін академиялық сипатта оқытып жүрміз деген сұрақ туындайды біздің алдымызда. Бұл академиялық сипат, академиялық қазақ тілі деп айтылады, бірақ біз оны General English, General English деген жалпы тілдік дағдыны қазақ тілі деген сияқты. Иә, кәдімгі ағылшын тілі немесе қазақ тілін жетілдіру курсы болып жаңағы өтіп жатыр деп айтуға болады. Басқа жерде білмеймін қалай өтіп жатыр екен. Жалпы академиялық сипаты, яғни университетке сабақ беріп жүрген соң, оның басқа қыр-сырын жаңағы summary жазу дейді, мақалаға қорытынды жазу, оны талқыла деген сияқты академиялық сипаты бізде басым деп айта аламын. Рахмет бөліскеніңізге, пікіріңізді. Самал, сіз сонда қазір Назарбаев университетінде қазақ тілін үйретесіз ғой, дұрыс па? Иә, дәл солай. Рахмет, қосылғаныңызға үлкен рахмет. Менің сұрақтарым бар жалпы, бағанағы Айданың айтқан негізінде және Назира және Самал сіздер айтқан кезде. Осы, яғни академиялық деген осы түсінікті да, мысалға біз сол ағылшын тілінің фреймворктарына негізделіп қолданып отырмыз, дұрыс па? Яғни what is academic? Академиялық деген ол, яғни бағанағы жазу және де оқу талаптарын, яғни қабілеттерін, дағдыларын дамыту және де бұл сұрақтарға қатысты менің сұрағым бар, яғни осы біздің Қазақстанда зерттеушілер өздері теория және де концептуализациялары бар ма осы, яғни what does it mean for our language to be academic, яғни сондай нәрсе сұрақтарға, соған қатысты сұрақтар бар ма екен, сұрақтарға жауап берілген бе екен, сол қызық болып отыр. Себебі біз қазір осы бағанағы батыстық көзқараспен қарап тұрмыз ғой өзіміздің тілімізге да, яғни сондықтан да өзімізді бағанағы Аида айтқан сияқты жеткіліксіз ретінде көреміз да, яғни біз қазақ тіліміз жеткіліксіз сияқты, яғни онша дамымаған сияқты, өз ана тілімізді дұрыс білмейтін сияқты көрінеді өзімізге да. Мен сондай пікірлерге қатысты, яғни сұрақтарым көп негізі. Не үшін ондай, және де оны өзгерту үшін не істесек болады? Бағанағыдай, не айтам? Western colonial идеологияларға негізделмей, керісінше өзіміздің өзіміздің құндылықтарымызға негізделген академиялық қазақ тілін қалай дамыта аламыз ба? Яғни ол үшін біз қазақ тілін академиялық деп атауымыз міндетті ме, әлде міндетті емес пе? Мысалға, бағана айтып жатсыздар, қазақ тілін академиялық тіл ретінде дамытқан кезде біз бәрібір де базалық бағанағы дағдыларға қайтып кете береміз дейсіздер, яғни ол мәні не сонда, нені білдіреді ол дегенді? Сондай жалпы сұрақтарым бар, философиялық сияқты сұрақтар. Иә, менің ойымша, бірақ содан бастауымыз керек сияқты, бағанағы дағдылардың бәрін дамыту әрине маңызды, яғни практикалық сұрақтар өте маңызды, бірақ философиялық сондай тұрғыдан талдауларды бірінші бастауымыз керек сияқты, немесе екеуін бір уақытта алып жүрміз керек сияқты да. Пікірлеріңіз қандай?
Өте орынды сұрақ, және бұл сұрақ осындай пікірталастар көтерілу керек деп ойлаймын. Біріншіден, менің ойымша, бұны академиялық жаңағы бүкіл құнды ақпараттардың бәрі ағылшын тілінде, valuable resources дейді ғой, бәрі ол ағылшын тілінде. Мен сіздер келісесіздер. Әрине, бізде жоқ ештеңе академиялық қазақ тілі жоқ, там ондай сипатта жазылған ештеме жоқ деп айтуға қақымыз жоқ. Бізде бар бәрі. Жоқ десең бәрі жоғала береді ғой. Сондықтан бізде бәрі, бірақ оны жүйелеу керек, және оны дұрыстап зерттеу керек деген сияқты. Содан кейін енді біз оны қалай айтсақ та, бізде бәрібір бар жоқ емес деп айтқан күннің өзінде біз ағылшын тіліндегі деректерге, ағылшын тіліндегі жаңағы материалдарға сүйеніп жасауымыз керек. Сүйеніп жасауымыз керек. Және менің ойымша академиялық қазақ тілі дегенде бұл жаңағы академиялық жазылымға үйрету, эссе жазып үйрету, мақаланы талдау, библиографиялық аннотация дейді ғой, соны жазып үйрету, және кіріспенің қалай жазылу керек, негізгі бөлім қалай жазылу керек, қорытынды қалай жазылу керек, әдебиеттерге шолу қалай жазу керек, зерттеуді қалай жасау керек, академиялық жаңағы бағытта университетте деген мәселені қарастыратын курс болу керек деп ойлаймын. Яғни бұл академиялық жазылым әрине, бірақ оның ішінде академиялық жазылым ғана емес, мысалы презентация жасайды студенттер, презентация жасаудың да бірнеше әдісі бар. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, бір stages, moves деген бар. Stages, яғни қадамдар неше түрлі, жаңағы ережелер бар, сөйлеуді дамытудың, презентация жасаудың деген сияқты, Оның қыр-сырлары көп. Сондықтан осы саланың да бәрінде қамтитын, яғни тыңдалыммен, тек қана бұл жерде академиялық қазақ тілі дегенде тыңдалым, жазылым, тек қана жазылым емес, жаңағы тыңдалымда 4 тағды, жаңағы сөйлесімде бәрі 4 тағдыны қамтитын мықты жаңағы мақала жазуға үйрететін, мықты эссе жазуға үйрететін жақсы курс болу керек деп есептеймін. Менің мына жердегі сіздердің айтқандарыңыздың негізінде байқағаным мынандай да, яғни қазақ тілі мамандарының арасында осындай әңгіме жетіспейтін сияқты, яғни professional discussions қайтса да өздерінің арасында талқылау жетпей тұрған сияқты, яғни пікірлері шашыраңқы түрде барлық жерде, онан кейін бағанағы философиялық және де концептуалды талқылау өте көп қажет сияқты, онан кейін бағанағы практикалық сабақ ретінде қазақ тілін үйреткен кезде ағылшын тілімен көп салыстыру болып жатыр дедім ғой, дұрыс па Аида? Сабақ мағанағы студенттердің арасында. Яғни ондай нәрсе болатын болса, негізі бағанағы қайтса да critical language awareness сондайға бағытталған тапсырмалар көп болу керек сияқты. Яғни осы егер ағылшын тілінде мынандай тапсырмалар бар болса, қазақ тілінде мынандай нәрселер бар, яғни қаншалықты олар ұқсас болу керек пе мүлдем, мысалға сондай талқылау өте көп керек сияқты. Себебі студенттер ол туралы ойлайтын болса, you should address the elephant in the room да, яғни оған жоқ нәрсе ретінде қарап, қазақ тілін бөлек, ағылшын тілін бөлек үйретуге болмайды. Яғни тура сондай талап менің ойымша ағылшын тілін академиялық тіл ретінде үйрететін мамандарға да бар. Яғни олар Қазақстанда ағылшын тілін үйрететін болса, қазақ тілін, орыс тілін және де біздің бағанағы транслингвалды жағдайды, мысалы олар оған көз жұмып, жоқ деп қарай алмайды деймін да. Яғни оның бәрін ойланып, ескеріп, сонан кейін бағанағы қайтса да transfer of skills сонда ескеру керек. Мысалға Бриджит Гудман, онан кейін Филипп Монгомери солардың жазған артикльдерінде, онан кейін оларда genre pedagogy деген бар, мысалға соған қатысты. Яғни академиялық тілде әртүрлі жанрлар бар, дұрыс па? Мысалға публикацияның ішінде мынандай эссе жазу, имейл, анау-мынау барлығы әртүрлі бөлек жанрлар. Сол тілдердің арасындағы айырмашылық ұқсастықтарын ескеріп, онан кейін оған қатысты бағанағы идеологияны қарастыру керек сияқты да, менің ойымша. Яғни қазақ тілін, орыс тілін, ағылшын тілін бөлек-бөлек үйретпей, олардың ұқсастық, айырмашылық және де бағанағы соған қатысты басқа сұрақтарды ескеру керек сияқты сабақ берген кезде. Соны мен байқап отырмын, жалпы студенттердің айтқан негізінде және де бағанағы Самалдың қойған сұрағына қатысты. Самал бағана жоқ, Альмира сұрақ қойды ма жоқта? Яғни
университетте қазақ тілін тек қана 1-2 семестр ғана үйретеді. Бізде мысалға Назарбаев университеті бір ғана семестр үйретті, Аида, иә? Бізде бір ғана семестр болды, ол маған жетпеді, шынымды айтсам. Мені типа native speaker ретінде жоғары деңгейдегі топқа салып қойды да, мен ана жерде көзім бақырайып, не болып жатқанын түсінбей отырған кезімде әлі қиналып та. Себебі енді бізге талап өте жоғары, яғни сен мектепті қазақ тілінде бітірдің бе, яғни сен оны білу керексің деген сияқты сондай талап бар сияқты, бірақ ондай емес қой, дұрыс па? Қазақ тілінде біздің үйренетін қазақ тіліміз мүлдем басқаша, ал бағанағы университеттегі үйрететін қазақ тілінің түрі басқаша, және де ол жердегі талабы бағанағы академик English талабымен бірдей да. Бірақ академик Englishқа жету үшін сен қанша нәрсе үйренесің, дұрыс па? Оған дейін мысалға IELTS-қа дайындаласың, әртүрлі текстбук сондайлармен жұмыс істейсің. Мысалға мен оның алдында Foundation Назарбаев университетті бітіріп, одан кейін undergraduate сол жерде оқып сөйттім. Мысалға, яғни менде база болды, ал қазақ тіліне деген бізде базамыз болмай қалай барып мақала жазып кетесің, мысалға, дұрыс па? Мектеппенен одан кейін бакалавриат кезінде осындай әртүрлі курстар болып, яғни сіздер айтқан сияқтыдай бағанағыдай әртүрлі дағдыларды дамытатын бірнеше жылдық дайындық болу керек қой деймін да. Ол бір семестрдің ішінде бүкіл өмір бойыңмен үйренбеген нәрсені қалай үйренесің, дұрыс па? Иә, сосын қосатыным, мен бакалавриатты мен қазақ тілінде оқыдым ғой. Сен қазақ тілі мектебін бітіргеннен кейін ойлайтын сияқты, сен қазақ тілін жақсы білесің, сондықтан сен академия, яғни университеттің білімін сен өзің үйреніп кете аласың. Яғни мысалы үшін конспект жазудың өзін мен ағылшын тілінде үйрендім, қазақ тілінде маған ешкім үйреткен жоқ. Немесе жай ғана ол кезде тапсырманың түрлері реферат болады, сосын сөз деген болды, студенттің өзіндік жұмысы. Ол жердегі тапсырмаларға бізге ешқашан деп айта аламын, гайденс болған жоқ. Яғни саған береді тапсырма, осындай үлгі бар, болды, ары қарай өзің шеш деген сияқты қалай жасайсың. Ал маған сол тілді қалай қолдану керек, мақсаттар әртүрлі болатынын мен түсінген жоқпын қазақ тілінде. Ал ағылшын тілінде маған бәрі түсінікті болды, өйткені менде кітап болды, мұғалімдер болды, оны айтатын. Сосын ресурстар өте көп болды. Ал қазақ тілінде мен ондайды әлі күнге дейін мен дұрыс жасай аламын деп сенімді емеспін. Менің ойымша бұл жерде кемшіліктерді байқасақ, яғни мұғалім ретінде, осы тіл маманы ретінде не істей аламыз деген сұрақ пайда болады менде. Яғни менің ойымша бұл жерде әрине оқуды қалай оқу керек деген сияқты қайтса болады. Learning to learn. Learning to learn сол өте маңызды сияқты, яғни көрінбей тұрған осындай қабілеттерді қалай дамыту керек, дұрыс па? Мысалға бағанағыдай қалай конспект жазу керек, қалай презентацияға дайындалу керек, қалай топта жұмыс істеу керек, ол нәрсенің бәрін біз барлығы білетін нәрсе сияқты қарастыру мүмкін емес қой деген да. Мысалға студенттер оған дайын емес. Мысалға маған да, мен дәл қазір әлі докторант болсам да қанша нәрсені әлі өзімді айтса болады, unlearning and relearning ба, сондай көп та менде да. Яғни бұрынғы дағдыларымды барынша ұмытып, қайтадан өзгертіп сөйтуге тырысасың, бірақ бізге менің ойымша соған қатты фокус жасау керек сияқты. Яғни академиялық қазақ тілі деген ол тек қана тілді жазу және де оқу ғана емес, ол құрал ретінде қалай қолдануды үйрету керек сияқты бізге да. Яғни және де ол нәрселер біздің өзіміздің құндылықтарымызға негізделу керек. Ол бағанағыдай батыстық құндылықтарға ғана бағытталмау керек деген да, негізделмеу керек. Себебі колониалдық ойлау деген сияқты ғой, қайтса болады, идеологияны ары қарай дамытып таратудың орнына деколониалдық тұрғыдан қарасақ деген да. Яғни біз үшін қандай құндылығы бар және де өзімізді ұмытпай қалай оны дамыта аламыз. Қиын негізі, себебі бәріміз біз қайтса болады, ғылыми түрде публикация жасағың келеді, әртүрлі презентация жасағың келеді, бірақ ол жерде сенен күтетін нәрсенің барлығы осы батыстық талаптарға негізделген, дұрыс па? Бірақ менің өзімнің жеке стратегиям ол неформалды түрде, қайтса болады, informal түрде, яғни барынша өзімнің стилімде презентация жасау. Себебі ешкім саған жоқ деп айтпайды. Енді қайтса болады, бірден әрине мүлдем басқаша нәрсе істеуге болмайды. Жайлап step by step өзгеше стильдерді қолдануға болатын сияқты. Қазақ тілінде де сондай. Біртіндеп, иә. Яғни бірден көшіп кетуге болмайды деген оған да. Оған бірақ енді орта керек, дұрыс па? Community of practice дейді ма ағылшын тілінде. Яғни сені түсінетін әріптестер керек, сені қолдайтын жалпы басшылық керек, дұрыс па? Себебі сен один в поле не воин дейді ғой, орысша.
сен жалғыз өзің барып бәрін өзің істеп кете алмайсың, яғни қандай қолдаушыларың бар, қолдаушылар бар ма, қолдаушыларды көбейту үшін не істеу керек, яғни әңгіме болу керек. Ол үшін бағана әріптестермен, қазақ тілі мамандармен, менің ойымша, тек қана ғылыми түрде ғана талқылау емес, яғни публикациялар арқылы, сонымен қоса бағанағыдай жұмыс орнымызда және де конференцияларда барынша көп талдау жүру керек сияқты, менің ойымша, осындай тақырыптарға қатысты. Жалпы менің сондай ойларым бар. Басқа не ойлайсыздар? Менің айтқаныма немесе басқа ертеректегі айтылған нәрселерге қатысты. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, достар дейік. Рахмет, бүгін керемет дискуссия, пікір алмасу болып жатыр екен. Осыған шақырғандарыңыз үшін мың алғыс. Енді мен академиялық жазылым сабағын 2015 жылдан шамамен бері қарай беріп келе жатырмын. Қазақ тілінде, ағылшын тілінде де береміз кейде. Енді негізгі көп сұраныс қазақ тілінде болып жатыр. Мәселе, енді жаңағы серік болсын, енді сіз жақсы мәселелер көтеріп жатсыз, мен сізбен толық келісем. Енді кешірім өтінемін, кеш қосылғандықтан кейбір қандай мәселелер көтерілген естімей қалдым. Мына жерде мына мәселенің басын ашып алған дұрыс деп ойлаймын. Біріншіден, енді Назарбаев университетінде академиялық қазақ тілі деп оқытылады. Бұл бағытта, яғни қазақ тілін оқыту методикасын академиялық бағытта оқытады. Бұл өте дұрыс, құптарлық жайт. Мысалы, ағылшын тілін оқитын болсақ, ол академик жаңағы English, яғни академиялық бағытта оқытады. Осы жерде reading, яғни оқылым, тыңдалым, тағы басқа бәрін былайша айтқанда университеттегі дүниеге дайындайды. Сол жердегі база ағылшын тілін оқып алдыңыз, сосын сіз жаңағы эссе жазсаңыз да, статья оқысаңыз да, соның бәрі сізге көмектеседі. Бұл өте жақсы. Қазақ тілін қазір Назарбаев университетінде академиялық қазақ тілі деп осы бағытта оқытып жатыр. Бұл өте құптарлық жайт. Дұрыс бағыт, және мен қолдаймын да, бірақ бұл мәселе басқа университетте кең таралмаған, өкінішке орай. Өйткені біз жаңағы ескі жүйемен келе жатыр. Әртүрлі жаңағы мен көп университеттерде байқаймын, сол ескімен келе. Енді мына арада тағы бір мәселенің басын ашып алған дұрыс. Өзіміздің қазақ мектебін бітіріп келгендерге академиялық жазылым оқытылу керек. Яғни ол қазір мынау Асхат Аймағамбетов докторантураға міндетті түрде енгізіп қойды, одан 2020-да ма қашан неде басталды жаңа. Сол кезден бастап олар оқытыла бастады, бірақ проблема пайда болды бұл жерде. Проблема не? Яғни кейбір университеттер сырттан тарта бастады, лекторларды тағы басқа деген, кейбіреулер сол ішіндегілерге бере салды. Сырттан тартқандағылардан проблема не шықты? Проблема біздің докторанттардың көпшілігі, магистрант докторанттар ағылшын тілін жетік білмейді. Осыдан проблема туындайды. Яғни академик райтингді ағылшын тілінде өтіп жатқан кезде толық түсінбейді. Олар ойлайды, біз ағылшын тілін үйреніп жатырмыз деп. Ағылшын тілі осылай екен деп. Проблема ғой. Екінші, өзіміздің мұғалімдерге бере салып, материал жоқ, кітап жоқ, басқа жоқ, олар түсінбейді. Яғни былайша айтқанда қалай болса солай жүйесі кетіп қалды. Ғылым деген не, анау деген не, мынау деген не, әйтеуір бірдеңе силабусты толтыру керек, проблема шықты. Енді мен жаңа айтып отырмын ғой, 2015-де нарқозда тағы басқа бере бастадым. Енді мына жерде проблема қандай? Мен жаңағы сабақ берген кезде экономика кафедрасына бардым, барсам сол кафедрада экономика кафедрасы алып алған экономистер беріп жатыр. И жаздырған жұмыстарын қарасам, бәрі енді шыны керек, енді әйтеуір анау деп айтпай-ақ қояйық, енді бәрі былай енді түсінікті бағытта жазылып жатыр өздеріне. Содан кейін бұны біраз жөндеуге тура келді. Әріптестеріммен бірге жұмыс жасадық, оқыттық, кәдімгідей 2 жылдай жобаға жүйеге келді. Одан кейін мен қайтадан кетіп қалдым, отбасылық жағдайға байланысты жаңағы сыртқа. Сонан көрдіңіздер ме, бұл жерде көрдіңіздер ме, шығатын мәселе бізде кадр жоқ, бұны жақсы түсінетін. Қазір мен мына өзімнің практикамды айтайын, қазір мына қыздар ұлттық педагогика университетінде.
жаңа Серікболсын мырза өте дұрыс айтып жатыр. Басшылық болу керек, айналаңызда қолдайтын адам болу керек. Гүлмира Қанай ханыммен кездескен кезде ол кісі қолдап тұр, бәрін айтты, проректор бәрін кездестік, осылай. Сол кезде осыны жолға қалай қоямыз, әсіресе қазақ тілі аудиториясында деген сұрақ қойған кезде мен айттым. Бірінші, бүкіл университетіңіздің оқытушыларын оқытып алайық. Өйткені қазір бізге сабақ береміз, бір семестр, немесе 2 семестр, өйткені сағат мәселе өте қиын, сағатын бермейді. Яғни бұл жаңадан пән, кеп жалпы білім беретін міндетті пән ретінде қойғаннан кейін, ана педагогика бар, ана құқық бар, экономика бар, экология деген сабақтар бізде көп қой, жаңа тарих бар, Қазақстан тарихы, орыс тілі деген бар. Олардан сағатты алу керек қой, кредиттерді суыру керек. Олар бермейді, естественно, талас. Сол кезде айттым, жарайды, бір семестр жүргізейік, 2 семестр жүргізейік, бұл жерде мәселе емес. Мәселе, ана біз базаны қалыптастырып бергеннен кейін, ол өзінің пәні бойынша, мысалға, педагогика, немесе психология, немесе қазақ тілі әдебиет бойынша өзінің арнайы пәндерін оқыған кезде, сол бағыт бойынша оқытушы одан сұрамайды. Өзінің ескі бағытымен сұрай бергеннен кейін, анау біз эссені, структураны, жаңағы реферат деп айта берейікші қазірге. Рефератты былайша айтқанда батыстық үлгіде қалай жазатын үлгі көрсетіп структураны үйретіп бергенімізбен, ана барғаннан кейін басқа мысалға айталық, морфологияны өтіп жатыр. Морфологиядан баяғы ешкісі рефератты сұрай берсе не болады? Бала бәрібір түсінбейді. Міне осы нәрсе түсіндіру үшін бүкіл кафедраларыңыздан іріктеп оқытушыларды оқытып шығайық деді. Сонымен 1 жыл бойы біз жоба бойынша жұмыс жасадық. Қазаннан бастап осы май айында бітті. Әрине басында ППС былай бұл не сабақ деген сияқтылар болды. Жоқ, қазақ тіліне бәрін структура біткеннен кейін кері байланыстар жасалды. Сол кезде барып түсінді. Иә, шын мәнісінде бұл керек екен. Біз жаза алмайды екенбіз. Яғни қазақ тілін білеміз, бірақ құрылыммен, жүйемен дұрыс жаза алмайды екенбіз. Яғни қателерін көрсетіп бердік, ғылыми мақалаларын өздеріне эссе жаздырдық. Кәдімгі былайша айтқанда сыни тағы басқа көзқарастар өзгерді. Сондықтан да бұл жерде алдымен жаңағы оқытушыларды жасау. Енді тағы бір мәселе бар бұл жерде. Содан біз шығардық, не істеді? Сағат берілген жоқ. Академиялық жазылым пән ретінде енгіземіз деген, оқу жылының сабағы келесі жылға, яғни пән берілмеді. Біз министрлікке жаздық хат, өткен жол хат келді, тағы да бізге кеш жауап келді. 2006 маусым күні Абылайхан атындағы университетте өтіп кетті. Бірақ бізге хабарлаған жоқ. Хаттамасын жібердік, хаттамасында магистратураға, докторантураға өткен дұрыс, қолдаймыз соны деп. Біз айтамыз, ол магистратураға, докторантурадан бұрын бакалаврге оқытылу керек. Бірінші семестрге. Ол мейлі орыс тобына орыс тілінде өтілсін, қазақ тобына қазақ тілінде өтілсін. Яғни сол жерде қазір мен мысалға Кимепте, тағы басқа біраз жерлерде сабақ берем. Сабақ берген кезде мәселе мынандай. Мектепті бітіріп келген оқушылар жаза алмайды. Проблема не? Олардан тіптен пунктуациялық тағы басқа қателер өте өріп жүр. Қазақ тілін мектебін бітіргесімен иә дейді. Соны айтам, бұл қалай? Сен айтады, қазір мұғалімдер дейді, мектепте эссе жаздырады, енді бәрі бірдей емес шығар. Мен де мұғалімдерге де нетіп жүрмін. Сосын бізге кері байланыс бермейді. Сосын енді мұғалімдерге де эссе жазудың структурасын тағы басқа курстар өткізіп сол жерде жаңағы берем, сол мұғалімдерден жай сұрасам айтады. Кейбір мұғалімдер айтады, біз кері байланыс бермейміз, себебі қалай береміз, білмейміз дейді. Эссенің структурасында білмейміз ғой дейді. Оқыған жоқ, бізге жоғарыдан келеді, эссе жазыңдар мынандай. Мысалға, бағдарламада былай бүйткен. Қайсының бекен есіне шығып қалды, бүйтіп экотуризм дейді. Осыған байланысты келісу келіспеу эссесін жаз дейді. Енді қараңыз. Келісу келіспеу эссесін экотуризм. Сосын ол мұғалім не істейді? Ол эссе жазуды тағы басқа білмейді. Сол экотуризм деп баланың қолына береді, енді осыған келісу келіспеу жаз дейді. Не дейді? Бала экотуризм деп алады да, ол тақырып кең ғой, кейін жазады. Міне осы нәрсені. Ал енді сосын мен айттым, сіздерге бұл бағыт қана деймін. Бұл бағыт программада осылай тұр. Сізге келісуге, демек мына экотуризм деген тақырыпты аласыздар, осының ішінен проблемалар шығарасыздар. Мысалға айталық. Жаңағы
шатқал қайсы жаңағы мен бозжыра соның маңына қонақ үй салу мәселесі көтерілді ғой бұдан 1-2 жыл бұрын, білесіздер ғой, иә? Соның маңына қонақ үй салу мәселесі көтеріліп жатыр. Осыған келісесіз бе, келіспейсіз бе? Келісу, келіспеуін жазыңыз. Сөздің көлемі осынша, структура осындай болды. Ал оны құруға, ондай бағыт беруге мұғалімнің тәжірибесі жетпей тұр. Демек, көрдіңіздер осындай проблема. А бұндай проблема Англияда туындамайды. Себебі не? Англияда тіптен балабақшадан десек болады. Critical thinking, параграфты қалай жазу, тағы басқа үйретші береді. 10-11-лерде уже примерно структураны қалай жаңа бірінен соң біріне, мысалға параграф жазғанымызда topic sentence, яғни тақырыптық сөйлем, одан кейін түсіндіру, мысал, яғни форматтарын, үлгілерін үйретші береді. Бала соған автомат түрде нетеді. А бізде ондай жоқ. Сосын жаңа сіз дұрыс айтып жатсыз. Иә, біз шетелдікін толық маған да айтады. Сіз шетелдікін әкеп бізге нетіп жатсың, біздің өзіміздің жазу үлгіміз қайда дейді. Кешіріңіз, біздің жазу үлгіміз бар, жоқ деп айта алмаймыз. Бірақ аламыз, ғылыми мақаланы алып көрсетем. Мына жерден қандай структураны көріп тұрсыз? Ой шашыраңқы ма? Дәлелдеп беремін. Иә, ой шашырап кеткен. Ал енді сіз басқа үлгі көрсете аласыз ба деймін ғой. Жоқ деп айта алмаймын. Мұхтар Әуезовтің, тағы басқа сияқты алаш зиялылары дейікші, сол кісілердің жазған публистикалық, тіптен ғылыми емес, публистикалық мақалалардың өзін алсақ, структура бар. Структура бар, а біз сол структураны жоғалтып алдық қой. Менің ойымша, бұл жерде енді бағана айтқандай тек қана ағылшын тіліне негізделген білімді ғана жылжытып алға қарай дамыта бермей, бағана қазақ тілінде сіз айтқан сияқты талдау керек. Яғни мысалға тіпті ағылшын тілінде жазылған мақалаларды қолдансақ та, мысалға ол жерде пайдалы білім өте көп бар. Яғни біз тек қана бәрін колониалды деп жоқ деп айта алмаймыз. Мен де одан қанша нәрсе үйреніп жатырмын. Бана deconstruction, онан кейін joint construction, онан кейін independent construction болу керек, онан кейін жанрлардың әртүрлі қадамдарын жақсылап қарастыруымыз керек. Бірақ ол жерде тек қана қазақ тілін ғана емес, тек қана ағылшын тілін ғана емес, бірге алып жүріп дамыту керек сияқты. Себебі Қазақстан енді 3 тілді мемлекет болғысы келетін болса, енді 3 тілді дегенді ол жерде дұрыс түсіну керек сияқты менің ойымша. Яғни бөлек-бөлек тілдер емес, олар бір-біріне көмектесетін, бір-біріне пайдасы бар тіл ретінде дамытылу керек деген пікірім бар. Онан кейін бағанағы сіздің айтқан нәрселеріңізге қатысты, енді әрине кәсіби даму мәселесі өте үлкен. Ол тек қана қазақ тілінде ғана емес, ағылшын тілі мамандар арасында да үлкен. Кез келген жерде менің ойымша ондай мәселе барында. Бірақ ол жерде енді қазақ тілін осыншалықты қолдағысы келсе, министрлік көбірек қаражат бөліп, және де ол қаражаттың дұрыс қолданылуын қадағалау керек сияқты менің ойымша. Енді себебі кәсіби даму өте маңызды. Бағанағыдай, егер мамандар бір-бірінің арасында келіспейтін болса, онда қай бағытта дамимыз, дұрыс па? Яғни бағанағыдай жылқымен 4 жылқы 4 бағытта жұлып бүйтіп шашыратып жатқан сияқты бізді. Яғни ол жерде менің өзімнің жетекшімнің жазған бір мақаласы бар мына жерде, бір сілтемені бөлістім. Бұл жерде, яғни тіл мамандарменен бағанағыдай контент мамандарының арасындағы қайтса болады, collaboration, яғни бірігіп жұмыс істеуі өте маңызды екенін көрсеткен. Және де ол жерде әрине бізді бұл жердегі мамандармен салыстыра алмаймыз, себебі бұл адамдар ресурс көп, яғни бұлар бай университетте аз студентпен жұмыс істейтін мамандар, яғни олардың уақыты бар. Мысалға Қазақстандағы мамандардың қаншама сағаты бар, мысалға да, яғни кәсіби дамуға. Олар қаншама курс беру керек, жылына қанша сағат сабақ беру керек деген ескеру керек. Бірақ бәрібір егер де біз осы мәселелерді шешкіміз келетін болса, менің ойымша біздің оқытушыларға уақыт берілу керек, яғни кәсіби дамуға. Яғни оларға кәсіби даму керек деп айта берсең, олардың уақыты болмаса қайдан дамиды, дұрыс па? Мысалға соны ескеру керек болып тұр. Бірақ мүмкіндігінше сіз айтқан сияқты бағанағыдай EAP менен бағанағыдай басқа да университетте берілетін мамандықта пәндердің курстарының арасында байланыс үлкен ғой, дұрыс па? Қазақ тілі менен басқа мамандық пәндердің арасында байланыс неге жоқ? Себебі талаптары әртүрлі, әңгіме, яғни талқылау жоқ арасында, мамандардың арасында, яғни дұрыс па? То есть әркім өзінің білгенін істейді, шашыраңқы түрде. Бірақ оны өзгерту үшін не істеу керек? Яғни басшылық жақсы болу керек. Анадай менеджмент болмаса, қайдан істейді ол мұғалімдер, уақыттары жоқ оны ойлануға да. Енді
соңында барлығы ақшаға, одан кейін менеджментке тіреліп тұрған сияқты менің ойымша. Ақша. Мұғалімдердің сағаты жоқ, оған ойланатын. Менеджмент ол туралы ойламайды. Ойласа да олардың да ақшасы жоқ, уақыты жоқ. Иә. Бірақ енді біз маман ретінде менің ойымша істей алатынымыз, мысалға Аида, сен бана жұмысыңды мақала ретінде шығарады деген үміттемін. Себебі мен 2 жыл бойы жұмыс істедім сол тақырыпта мақала жазамын деп. Бірақ менде мынандай ой болып тұр. Жаңа Аида айтып өтті ғой. Біз мектептен кейін бірден сен қазақ тілінде оқыдың деп, академиялық қазақ тілі немесе одан да жоғары қазақ тіліне кіргізеді сабаққа деп ше. Сонда бізде ең үлкен мәселе мына диагностикалық тест. Мысалы ағылшын тілінің курсқа жазылатын десеңіз, бірінші диагностика жасайды. Қай деңгейде екеніңізді анықтайды. А1, А2, Б1, Б2 деген сияқты. Сондай деңгейге арналған арнайы тапсырмалар бізде жоқ. Осыны жасасақ, одан кейін осы әрбір деңгейді аяқтағаннан кейін берілетін сертификаттық тест болады, мысалы тапсырмалар. Оған мысалы А1 деңгейін бітірдіңіз, сол деңгейге сәйкес сіз сол деңгейді толық меңгердіңіз деген сертификат берілетін, тағы бір соны бақылайтын тағы бір бақылау жұмысы немесе тест деген сияқты сондай болу керек, тексеретін. Осы диагностикалық сертификаттық тесттер бізде самал бар емес па дейді. Білмеймін, мен өзім кездестірмедім оған. Қазтестте бар, бірақ ол диагностикалық тест өте ересектерге арналған. Докторанттарға арналған. Солай емес па, иә? Ол енді ондай тестті дамыту үшін бағанағы шетелдегі ETS, British Council сияқты организация болу керек қой деймін да. Қазақ тілін енді үйреніп жатқан үйренушілерге ол ондай мүмкіндіктер, тесттер қарастырылмаған сияқты. Тек қазақ тілін өте жақсы деңгейде білетін және мұғалімдерді тесттен өткізетін осындай сертификаттық тесттер бар екен. Одан кейін тағы бір ескерілетін нәрсе, біз мына айтып жатсыздар ғой бағана, қазақ тілінде дұрыс жаза алмайды, қазақ тілінде дұрыс сөйлей алмаймыз деп. Оның бәрі зерттеп жатыр, қарастырылып жатыр, материалдар баршылық деп жатсыздар, бірақ оның бәрі біздің әліпбиден басылады. Үйретудегі әліпбиді үйретуден басылады екен. Біз алфавитті орыстың жүйесімен үйретеміз қазіргі кезде. Орыстың жүйесімен үйретіп келе жатырмыз. Балалар 1-ші сыныпқа барады. Біз қазақша ойлауды үйрете алмай келе жатыр екенбіз осы кезге дейін. Мысалы, Ахмет Байтұрсынұлы өзінің әліпбиін жасады, өздеріңіз білесіздер. Тұңғыш реформатор, тұңғыш қазақ тілін негізін салған тұлға ретінде біз көреміз ол кісіні. Сонда ол кісі алфавитті әліпбиді, қазақ әліпбиін өзінің аты бар, әрбір әріптің аты бар дейді. Б, Д, Т деп. Ал біздің оқушылар қазақ тілін, немесе қазақ тілін өте жақсы білетін, тіпті жоғарғы оқу орнын бітірген, университет бітірген, немесе университетте жұмыс істеп жүрген оқытушылардың өзі әріптердің атын дұрыс айта алмайды. Б, В, Д, С дейді. Осындай элементарлық дүниелерге мән бермейміз біз. Одан кейін Байтұрсынов не істеген? Байтұрсынов жаңылтпаштар арқылы әріптерді, ор, ораз деген сияқты жаңылтпаштарды келтіре отырып, мына тілді ұстартай білген, яғни ойлау жүйесін, сол жаңылтпаштар арқылы қазақта неге жаңылтпашқа бұрын көп көңіл бөлінген? Себебі ол жаңылтпаш ойлау жүйесін тездетеді, біріншіден тез ойлатады, және тілін тез ұстатады, тілін тез қарады адамның. Мына көркем сөйлеу, кәсіби сөйлеу, шешен сөйлеу деген мәселеде біз осы жаңылтпаштарды біз ұмыт қалдырдық. Біз оны ойыншық 1-ші сыныптың деңгейінде ғана, 3-ші сыныпқа дейінгі ғана балаларға арналған бір сондай деп қараймыз. Ал шын мәнінде ол жаңылтпаштарды, мына өздеріңіз журналистерді, арнайы шешендікке тәрбиелеуде орыстың педагогтары жаңылтпаштарды жиі жататқызады. Оның үлкен мәні бар екен. Біз осыны ұмытып кеттік. Одан кейін бізде осы 1-2 жыл бұрын біз институтта қазақ тілінің дәстүрлі сөз саптамы деген
проекті, яғни жоба болды. Сол жоба аясында біз қазақтың бұрынғы дәстүрлі сөз Қосылғаныңызға үлкен рахмет еді. Кешіріңіз. қазақтың Көп рахмет, сау болыңыз. Қысқаша айта салайын, егер де уақыттарыңыз таяз болып, егер кету керек болса, жайлап кете берсеңіздер болады. Бірақ қалам десеңіздер, қалсаңыздар болады. Менің жеке кішкене уақытым бар тағы да. Бірақ өте қызықты талқылау болып жатқан сияқты, сондықтан жалғастыруға болады кішкене. Мен көп сөйлеп кеткен жоқпын ба, қысқартайын ба? Менің ойымша келесі 5 минутта бітірсек дұрыс болады, себебі мынау жазбаның ұзындығы. Қысқаша айтуға тырысайын негізгі мәселелерді. Сонда қазақтың дәстүрлі сөз саптамы мен қазіргі қазақ жастарының, яғни қазір біз қалай сөйлейміз деген мәселені біз зерттедік. Сонда біз мына жастардың сөзін аудиоға жазып алдық, содан үлкен кісілердің сөзін таспаға жазып алдық. Сөйтіп оның стенограммасын жасадық. Сонда анықталған нәрсе, бұл жастар реферат сияқты сөйлейді. Мен, мысалы, біз мынандай сұрақ қойдық. Сіз өзіңіз туралы айтып берсеңіз деген сияқты сұрақтар қойдық. Бәріне бірдей сұрақтар қойдық. Бірақ үлкен кісілер әңгіме айту стилі жоқ бізде, жастарда. Әңгіме айта алмайды. Мен осындай реферат сияқты сөйлейді. Мен осындай университетте оқыдым, әке-шешем осындай, бітті. Ал енді үлкен кісілеріміз бізде қазақта жалпы сөйлеудің әр түрі бар, жұмбақтай сөйлеу, тағы басқа көп деген. Сонда мысалы әңгіме айту үлкен кісілерде қандай болды? Образды сөйлей алатын байқалды, мақал көріктеуіш құралдарды қолдана алады, тағы басқа деген сияқты. Ал жастарда бұндай жоқ. Өте жұттаң, өте тілмен сөйлейді екен. Яғни тілдік байлықтар байқалмады. Осындай нәрсе, одан кейін енді бұл нәрсе қайдан шығып жатыр дегенде, бізде мектептен шығады. Әрине, бұл мектеп білім беру мектептен шығады. Қазір өздеріңіз білесіздер, жаңартылған білім беру мазмұнында тек сөйлеуге бағыттап кетті, грамматиканы мүлде назардан тыс қалдырдық. Ал енді біз кезінде грамматика үшін оқыдық. Одан кейін оны мүлде керек емес деп ысырып тастадық. Ал енді қазір кезде бітіріп жатқан және вузға түсіп жатқан студенттер дұрыс сөйлей де алмайды, дұрыс жаза да алмайды, ойын жеткізе алмайды. Сондықтан ауызша және жазба тілді коммуникативтік мақсатта біз дамытуымыз керек деп ойлаймын. Сонымен қоса, мысалы, базалық қазақ тілі туралы айтатын болсам, видео, аудио контенттер жасау керек. Қазақ тілі арнайы жоба ұсынып. Мысалы, ағылшын тілін оқу курсында әрбір жағдаятқа байланысты, әрбір сөзге қатысты, әрбір тематикаға қатысты видео үзінділер бар. Ал бізде ондай контенттер өте жоқ. Аудио, мысалы, орфография мен орфоэпия қазақ тілінде барынша барабар жақын дейді, біз оны ысырып тастаймыз, мүлде түсіндірмейміз, оқытпаймыз. Сондықтан біздің жастарымыздың тілінде орфоэпиялық білім деген жоқ, ауызша тілдің заңдылығы деген мүлде жоқ. Ауызша тіл деген ол қалай болса сөйлеуге болады деген түсінік бар бізде. Ал жазба тілдің заңдылығы бар, ол орфография деп түсінеді, ол синтаксистік заңдылықтар деп түсіну мүмкін. Ал енді ауызша тілдің заңдылығы жоқ. Оны мен қалай сөйлеп тұрмын, сол дұрыс деп есептейді. Енді ауызша тілдің заңдылығын бұзу деген ол жаргондарды, барбаризмдерді қолдану деген сияқтылар түсінеді, болды. Арғарай білім жоқ. Яғни біз ауызша тілдің өзіндік заңдылығы, жазба тілдің өзіндік заңдылығына байланысты көп тапсырмалар керек. Ал енді қандай контенттер бар қазір жасалып жатқан? Тіл білімі институты, Байтұрсынов атындағы тіл білімі институты, ТБ-ке кірсеңіздер, қазақ тілінің ұлттық корпусы деген үлкен электронды базасы бар. Сонда бұл жерде мысалы іздеуге кірсеңіздер, Ахмет Байтұрсынұлының бүкіл жалпы Ахмет Байтұрсынұлы қатысты, Байтұрсыновтың өзінің шығармалары, Байтұрсынов туралы жазғандарды көре аласыздар. Ауызша ішкі корпус туралы, ауызша мысалы Айда сөйлеп отыр, Айданың сөзін басып тілге түсіріп, оның орфоэпиясын, оның синтагмасын, оның интонациясын жасап қойдық. Сонымен диалектологиялық ішкі корпус, мәдени ішкі корпус бар, мақал мәтелдер корпусы, тарихи корпус бар, параллель
ішкі корпус, ономастикалық жарнама ішкі корпустар бар. Бұлар мәтіндер жинағы. Яғни қазақ тілін, қазақ оқулықтарын жазатын адамдар осы корпусты пайдаланса, өте көп мағлұмат алады. Үлкен рахмет. Айтпағым, енді одан да көп айтатын нәрселер бар еді, бірақ енді негізгі осылар, осы моменттер. Өте үлкен рахмет, Назира Серікқызы, бағанағы маман ретінде өз пікіріңізді бөліскеніңізге. Менің ойымша, жалпы бұл жерде өте көп талап қазақ тілі мамандарына болып тұр. Менің ойымша, ол дұрыс емес, толықтай дұрыс емес. Яғни бұл жерде біз әр мұғалімді қазақ тілі маманы, мұғалімі ретінде қарастыруымыз керек. Себебі, егер сен қазақ тілінде сабақ беретін болсаң, сен по умолчанию уже все қазақ тілі мамансың да. Яғни сен сабақ берген кезде тілдік мәселелерді ескеруің керексің. Студенттерге, оқушыларыңа бәрібір де сен қазақ тілін қалай қолдануды үйретуің керексің. Себебі бағанағыдай Еділ мырза айтқан сияқтыдай, тек қана бір ғана курс өтетін болса, ол 4 жылдың ішінде сен оның бүкіл нәрсені сол бір маманды үйретеді деп күтіп отыра алмайсың ғой, дұрыс па? Яғни бұл жерде олай қайтса одан тек қана анау кісі жасау керек деп ойласақ мүлдем дұрыс емес. Сондықтан да бәріміз бірігіп осылай жұмыс істесек дұрыс сияқты менің ойымша. Және де өте дұрыс ойлар бағана бөліскен сияқтысыз. Сіз менің ойымша, яғни корпусты қолдану керек, және де басқа нәрселерді. Ол үшін бағанағыдай instructional дизайнерлер жалпы курстың ішіне қалай тілді үйретуге болады, соны ескеріп қосуға болатын сияқты. Мысалы, CLIL деген тәсіл бар ғой, мысалы сабақ беру. Ол CLIL деген тек қана ағылшын тілін үйрету үшін ғана емес, сонымен қатар қазақ тілін үйретуге қолдануға болатын сияқты менің ойымша, және де мүмкін орыс тілінде қолдануға болады, дұрыс па? Яғни қалай тілді және де бағанағыдай қосымша пәнді бірге алып жүруге болады. Менің ойымша соны ойлануға болады менің ойымша. Және де мүмкін біздің Қазақстандағы осы CLIL бағытында жұмыс істеп жатқан ғалымдармен бірігіп осындай жұмыс істесек қалай болады деп ойладым да. Неге CLIL деген кезде біз тек қана ағылшын тілін ойлаймыз? Сондай сұрақ келді маған қазір басыма ше. Қазақша күнделікті өмірде қолдансаң, сен қазақ тілін біледі деген сөзің емес, дұрыс па? Қазақ тілін әртүрлі бағытта үйреніп, дамыта беруге болады. Яғни, we should expect less from native speakers. Яғни, әрине біз өзіміздің көптілігімізді қолдауымыз керек, және де қазақ тілін жақсы біледі деп түсінуіміз керек, бірақ бәрібір де қазақ тілін ары қарай дамытып, көркем еткіміз келетін болса, оны барынша қолдап, осындай қайтса болады, бүкіл осы саладағы жұмыс істейтін мамандармен бірігіп жұмыс істеуіміз керек дегенді. Мысалы, мен қазақ тіл маман болмасам да, қазақ тілін қолданатын адам болғандықтан, жаным ашығандықтан, мысалы, қызықты маған. Яғни, менің мамандығым емес, ол тек қана ағылшын үйретуді ойлауым керек деген дұрыс емес деген да. Яғни, ағылшын тілін үйретсең де, орыс тілін үйретсең де, қазақ тілін үйретсең де, осылай бірігіп, ортақ бір стандарттарды құрып, және де оқу білім беру тәсілдерін ойластырып, бірігіп жұмыс істесек дұрыс сияқты менің ойымша. Жалпы менің қорытынды ойым сондай. Аида, сен өзің қандай пікірің? Менің ойымша тез бітірсек, осы бірнеше минуттың ішінде соңғы ойлар. Негізі бүгін өте жақсы дискуссия болды деп ойлаймын. Біріншіден, менің ойымша, осы академиялық қазақ тіліне дайындықты мектептен бастау керек. Өйткені көп нәрсе осы мектеп жасынан басталады, адамның сауаттылық деңгейі, сосын критикалық ойлауы, немесе креативті ойлауы барлығы. Осы мектеп кезінен бізде сондай контент болса, қазақ тілін үйрену өте тартымды болар еді деп ойлаймын. Кейін тағы бір байқағаным, ол қазір енді professional development өте маңызды, бірақ pre-service teachers, яғни қазақ тілі маманы немесе басқа мамандық, басқа сабақтарды пән ретінде үйрететін мұғалімдерді дайындаған кезде де осындай тілдік курстар болу керек деп ойлаймын. Өйткені сол арқылы біз келешек мұғалімдерді мүмкін дайындай аламыз. Қазақ тілінде әртүрлі мақсаттарда қолдану деген сияқты. Сосын тағы бір өте маңызды нәрсе, ол зерттеу. Өйткені біз қазір көбінде зерттеуге қарасақ, ол қазақ тілінің статусы осылай, немесе қазақ тілінің қолданысы азайды деген сияқты бір нелер болады. Кемшіліктерді айтамыз да, бірақ біз қазақ тілі шын өмірде қалай қолданылады, мектепте қалай, немесе магазинде қалай қазақ тілі қолданылып жатыр, яғни қазақ тілі шын өмірде қалай қолданылады, сол туралы applied linguistics бағытында зерттеулер өте қажет деп ойлаймын.
applied research жасау керек. Өйткені біз тек қана ойымыз басқа болуы мүмкін, бірақ іс жүзінде біз басқа нәрсені жасауымыз мүмкін. Сондықтан perceptions да маңызды, сосын біздің experiences, яғни тәжірибеміз туралы көбірек білуіміз керек. Біз тілді қалай қолданамыз, қандай мақсатта қолданамыз және оны қалай қолданамыз, сол туралы сұрақтарды біз тек қана зерттеу арқылы, сосын мамандардың бірігуі арқылы ғана біле аламыз деп ойлаймын. Сондықтан барлығыңызға сәттілік. Рахмет үлкен. Ары қарайда осындай бағытта жұмыстар болған қалар едім, өйткені мен бұны тек магистрлық жұмыс ретінде қарастырдым да, ары қарай мен бұл жұмыс негізі шынымен қазақ тілі мамандарында көбірек фокуста болу керек деп түсіндім. Сондықтан көп рахмет бүгін. Рахмет Аида, мен бөліскеніңе, және де сіздерге де рахмет Назира, Самал, Асылтас, Индира бәріңізге, Еділ және де басқа қосылғандарыңызға. Әрине бұл тақырып өте үлкен, және де біздің талқылауымыз өте ұзақ болуы да мүмкін деймін, егер де жалғастыра берсек. Бірақ бәріміз байланыста болайық. Егер де байланыста болғыларыңыз келсе, мысалға мен social медиада осы атты қолданамын, Серікболсын Тастанбек. Аида, сен де осы атты қолданасың, олар Аида Мирова, иә? Фейсбукта бар. Фейсбукта. Мен бірақ мен соңғы оған алып тастайтын, осы жақында алып тастаймын. Немді қолданған кезде Аида Әмір болады. Самал, байланыста болайық. Мен сізге почтамды. Самал, сіздің телефоныңызды алуға бола ма? Байланыста. Келет маған. Байланыста шығатын. Өте керемет ойлар бөліскен сияқтымыз бәріміз. Осыдан енді ары қарай не бір жұмыс шығып жатса, одан да жақсы болар еді дегенді. Аида, сенің мақалаңды күтемін мен шынымен. Мен оны қазақ тілінде жазатын ойым бар, өйткені басында ойлаған ағылшын тіліндегі журналға жіберетін шығармын деп. Бірақ меніңше бұл нәтижелерді қазақ тіліндегі адамдар оқу керек сияқты. Бір андай мақала бар мырақта, қайтып оды? Triple publication деген бір нәрсе бар да. Яғни біреуі бағанағыда academic journal publication да, мысалға high ranking, impact factor бар. Екіншісі бағана practitioner oriented publications, мысалы сен айтқанда ғылыми түрде жазсаң көп адамдар қызық болмауы да мүмкін да, бірақ қандай импликейшндар бар, яғни мамандарға, тіл үйретіп жатқан осы оқытушыларға. Онан кейін үшіншісі бағанағыдай осы біздің қазір вебинарымыз, менің ойымша сенің уже жұмысының бір бөлігі деп есептесең де болады. Диссеминация болып жатыр. Мүмкін газетке, мүмкін қазір меніңше танымал сияқты мамандардың газетке шығаруы Қазақстанда. Газетте. Біз осы қазір бөліскен ойымыздың бәрін YouTube-ға салатын болсақ, менің ойымша ол да бір қадам сияқты, дұрыс бағыттағы. Осы видеоны мен жазбасын бәріңізбен бөлісемін. Егер қаласаңыздар маған почталарыңызды жіберсеңіз болады. Назира Серікқызының почтасын маған жіберсеңіз. Мен жіберемін. Онда жақсы, жарайды, бәріңізге рахмет. Сіздерге қайырлы күн, менде қайырлы түн, менде 10:30 болды кешкі. Байланыста болайық. Сау болыңыздар. Сіздерге ұйымдастырушыларға көп рахмет. Жақсы, өте маған өзіме өте өзекті мәселе болып жүр қазір. Мен филология